жеке жауапкершілік. Бұл туралы кім естігісі келеді? Қалағаныңыз денсаулық, байлық және бақытқа деген кез келген мүмкіндік болса, әлбетте сіз. Сонымен жеке жауапкершілік нені білдіреді? Бәлкім бұрыннан білетін шығарсыз, бірақ бұл өзгелерді кінәлаудың немесе үнемі сылтауратудың орнына өз сөздеріңіз бен әрекеттеріңіз үшін өзіңіз жауап бере білуіңіз. Бұл өзіңіздің жетістіктеріңіз үшін және одан да маңыздысы өзіңіздің сәтсіздіктеріңіз үшін де жауапты бола білу. Сіздің өміріңіз саналы таңдаулардан, әдеттерден және кездейсоқ оқиғалардан тұрады. Сіз өмірдегі барлық жайттың бәрін бірдей басқара алмайсыз. Жазатайым оқиғалар, ауру, сырқау, сәтсіздіктер, адамзаттың қиянаты, табиғи апаттар бәрі өмірдің күйінішті шындығы. Бір жағынан сіз сүйіспеншілік, достық, мейірімділік, әртүрлі мүмкіндіктер және жомарттық сияқты өмір ұсынатын барлық жақсы нәрселерді де сезіне аласыз. Бірақ сәтсіз жағдайлар болып тұрады және бұл тұста біз лажсызбыз. Біздің қолымыздан келетіні ол біздің көзқарасымызды реттеу. Айтуға оңай болғанымен бұл көптеген адамдардың таңдайтын жолы. Дауасыз дерт секілді өмірлік қиыншылықтарға ұшыраған, бірақ дені кіршіксіз сау адамнан да бақыттырақ бола білген жандарды кім білмейді? Біз бәріміз өмірлік қиындықтарымызбен, жеке трагедияларымызбен және соңында өліммен ерте ме кеш пе бетпе-бет келеміз. Сондықтан осы жалғанда мен мүмкіндіктеріңізді барынша пайдалануға шақырамын. Ол үшін ең бірінші өз өміріңізге жауапкершілікпен қарау керек. Дегенмен бұл қарапайым және түсінікті тұжырымдама кеңінен қабылданбаған және кейде сынға ұшырайды. Неге олай? Себебі ол біздің бейнеміз болып табылатын эгомыздың өзегіне әсер ететіндіктен. Сылтау іздеу адамның табиғатына тән нәрсе. Адамдарды олардың қателіктері үшін жауапқа тарту, олардың жұбанышқа толы сылтауларын жояды. Басқа адамды, топты немесе қарапайым сәтсіздікті кінәлау әлде қайда оңай әрі тартымды. Сондай-ақ құрбандық санаға бет бұру оны әлеуметтік валютаның бір түріне айналдырады. Мәселен, соттың назарын жанашырлыққа аудару тәсілі немесе тіпті басқа бір әлеуметтік топқа қарсы насихат. Егер сіз өмірден бас кешіп сағыңыз сынып, сәтсіз немесе бақытсыз күйде жүрсеңіз, бұл басқа біреудің кінәсі немесе одан да жақсысы тіпті анықтауды қажет етпейтін қандай да бір жағымсыз жүйенің кінәсі болуы керек деп топшылау. Сіз тек солардың құрбаны екеніңізге ғана сенесіз. Адамдардың жеке жауапкершілік идеясынан бас тартуларын мынадан түсінуге болады. Құрбандық сана өте қатты еліктіреді, бірақ салдары сөзсіз бақытсыздыққа, ашуға және күйреуге әкеледі. Тағдырыңыз өз қолыңызда екенін түсінгенде ғана өміріңізге оң өзгерістер енгізе аласыз. Денсаулығыңызға, мансабыңызға, қарым-қатынасыңызға, өзін-өзін бағалауға, бақытқа, ең бастысы мінезіңізге. Бір сауығып келе жатқан маскүнемнен сіз қашан ішуді қоюға бел будыңыз деп сұрағанда, мен өз бейнетім үшін басқаларды кінәлауды тоқтатқан күні деген екен. Қазір қай жерде екеніңізді және болашақта жақсы шешім қабылдай алу үшін өткенді түсіну де маңызды. Дана адамдар өткеннен сабақ ала біледі және даналықтың сіздің жасыңызға қатысы аз. Бірақ бір ескертетін жайт, өткенге әбден әуестену де деструктивті болып келеді. Өткен өзгермейді. Оны өзгерту немесе кері қайтару мүмкін емес. Сіз өткенді басқара алмайсыз, бірақ сізде қазіргі шақ пен болашағыңыз бар. Егер сіз тек артқы көрініс айнасына қарап отырып көлік жүргізсеңіз, онда сіз сөзсіз апатқа ұшырайсыз. Бірақ егер сіз артыңызға өзіңізді бағдарлау үшін ғана қарап, бар назарыңыз алдағы жолда болса, онда сіз діттеген жеріңізге аман-есен жетесіз. Біз бәріміз өмірімізді әртүрлі жағдаяттарда бастаймыз. Біз қашан, қайда немесе кімге бала болып туатынымызды таңдай алмаймыз. Біз генетикамызды, туған елімізді, жынысымызды немесе ұлтымызды таңдамаймыз. Әркімнің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Олар үшін біз жауапты емеспіз және ол үшін кінәлі де емеспіз. Сұрақтардың маңыздысы, сіз барыңызды қалай жаратасыз? Адамдардың тері түсін, жынысын, жыныстық бағдарын немесе кейде дәулетін тілге негізсіз тиек етіп, ой өрістің таяздығынан привилегия туралы сөз қозғау қазір сәнге айналды. Привилегия міндетті түрде айып тағылатын немесе ұятқа қалдыратын күнә болып санала бастады. Менің көзқарасым бұдан бөлек. Менің ойымша, табысқа жету үшін бізде бар кез келген привилегиямызды пайдалану және оларды басқаларға осындай привилегияларды тудыру үшін пайдалану біздің міндетіміз. Қалғанының бәрі сылтаурату ғана. Сіз өзіңіз үшін жауапты болудан бас тартқан кезде, сіз оны басқаға артасыз. Мейлі ол адам болсын, немесе үкімет болсын. Және бұл қауқарсыздыққа душар етеді. Жеке жауапкершілік бұл түбегейлі еркіндік. Ал еркін болу бұл керемет. Қандай үлкен мәселеге қатысты жауапты болғаныңызды комментарийде қалдырыңыз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.